Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен универсальный подлива жасаймыз. Алдымен подливаға керекті заттарды дайындап алыңыз. Кейіннен қазанға 50 мл сұйық май құйып, үстіне томатный паста салып, сәл қуырыңыз. Сосын етімізді салып, 5-6 минуттай қуырғаннан кейін соевый соус құйыңыз. Соевый соус құйсаңыз, дәмі өте керемет, түсі де әдемі болып шығады. Соевый соусты құйғаннан кейін 5-6 минут қуырыңыз. Сосын пиязды, ұсақтап тураған пиязды, кейіннен сәбізді, қызыл, сары, қайсы түрі болса да қоса беріңіз. Осындай етіп турап алып саласыз. Кейін оның үстіне осындай болгарский перец қосып, үстіне картошка, тұз, бұрыш қосып қуырамыз. Бір 10 минуттай қуырғаннан кейін осының барлығы батқанға дейін су құямыз және оны жай отта 1-1,5 сағат қайнатамыз. Міне біздің подливамыз осындай дәмді, әдемі болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.